Сәлеметсіздер ме? Бүгін өздеріңізге ми соққысы, яғни миға қан құйылу, ми қан тамырларының тосылу салдарынан жарым дененің салдануы мәселесіне тоқталамыз. Енді ми соққысы қан тамырларының ұқсас зақымдалуынан болатын шұғыл ауру. Оны халық арасында миға қан құйылу немесе мидың зақымдалуы деп те атайды. Бұл дерт ми қан тамырларының бітелуінен немесе жарылуынан пайда болып, ми қан тамыр айналысының тосылуына, ми ткандарының қызметі мен құрылымының бұзылуына әкеп соқтырады. Ми соққысы негізінен екі үлкен түрге бөлінеді. Қан жетіспеу сипатты ми қан тамырлары аурулары. Бұған ми қан тамыр ұйығының қалыптасуы, ми қан тамырларының бітелуі, яғни тығындару деп те жүр. Омыртқа түбі артериясының қатаюы, қысқа уақыттық және кері сипатты миға қан жетіспеу жағдайлары жатады. Қан шығу сипатты ми қан тамыр аурулары. Бұл ми қан тамырларының жарылуынан болатын миға қан құйылу жағдайлары. Яғни былайша айтқанда ми қан тамырлары жарылғаннан кейін адам ес-түсінен айырылу, бір қол бір аяғынан айырылу жағдайлары пайда болады. Мұнда басты белгілерінен ауру кенеттен басталады және мынандай бір қанша белгі көріністері болады. Есінен танады, аузы қисаяды, сөйлеу қиындасады, дененің жарым бөлігі салданады. Ауыр болған жағдайларда өлім жітім қаупі туындайды. Мұндай сырқаттарды аурудың емдеудің жолдары, егер осындай жағдайлар байқалған кезде алдымен орнынан қозғалтпай, мүмкін болса екі құлақтың мына сырғалығынан қан шығарып жіберу әдісін қолданса біршама жеңілдетуі мүмкін. Аурудың түріне қарай емдеу тәсілдері де түрше болады. Қан жетіспеудің жағдайында қан айналысын жақсарту және қан пластинкаларының жиналуына қарсы ем шаралар қолданылады. Қан шыққан жағдайда қан тоқтату және миды ояту сияқты арнаулы емдеу шаралары жүргізіледі. Күрделі жағдайларда ми қан тамырлары қараяды немесе салмақты зақымдалса, арнайы миға тіреу қою арқылы емдеуге тура келеді. Яғни миға түскен қанды кейде операция жолдарымен алады. Ми соққысы жалпы өлім қаупі төтенше жоғары, қатері шұғыл ауру. Сондықтан одан өнімді сақтану үшін тамаша тұрмыс әдетін қалыптастыру, темекі тартудан, арақ ішуден бас тарту немесе мұндай жағдайларды болғызбау және үнемі дене шынықтырумен шұғылдану қажет. Ал енді осы миға қан түсу немесе жарым дененің салдануы, бұл жаңа жоғарыда айттық ми соққысы дедік. Осының салдарынан парализ, яғни бір қол аяғынан салдану немесе миға қан құйылу деп те аталады. Бұл енді аурудың пайда болуы, оның салдарынан жарым дененің салдануы көптеген күрделі факторлар мен әсерлерді қамтуы мүмкін. Миға қан құйылудың негізгі себептері мен қатерлі факторлары болады. Мұнда жоғары қан қысымы ауру мысалы. Бұл миға қан құйылудың ең үнемі кезігетін себептерінің бірі. Миға қан құйылған науқастардың 90%-інде жоғары қан қысым ауру тарихы болады. Ұзақ уақыттық жоғары қан қысым тамырлардың серпімділігін жоғалтып, оны мұрттандыруға әкеледі. Артерия қабығының өзгерістері, яғни артерия қабығының қалыңдауы, қатаюы, бұл жалпы алғанда 70% науқасты кезігеді. Басты себептердің бірі болады. Бұған қандағы май құрамының өрлеуі және қанның жасушақтығының артуы тікелей әсер етеді. Зат алмасу және негізгі аурулар. Қандағы қанттың артуы, мысалы қант несеп ауруы. Миға қан құйылудың басты себептерінің бірі, яғни осымен өте тығыз байланысты болады. Науқастардың 30-40%-інде қант несеп ауру тарихы болуы мүмкін. Сонымен қатар жүрек аурулары, жүрек ішкі қабығының қабынуы, жүректің баяу соғуы деген секілді қан ұйығының пайда болуының және миға қан жетіспеудің жағдайына әкеліп соқтыратын факторлардың бірі саналады. Бұдан тыс тамыр құрылымының ақаулары, ми қан тамырларының қалыпсыздығы, артериядағы өспе, артерия кемістігі және ми тұмандану ауруы секілділер ми қан тамыр соққыларын, яғни мидан қан шығу жағдайларын тудырады. Бұдан басқа да сыртқы және жанама факторлар болуы мүмкін. Ауа райының өзгерісі, көңіл күйдің толқуы, іш қату, артық тамақтану және жақсы болмаған кейбір психикалық күй қан тамырларының жарылуын тудыруы мүмкін. Сондай-ақ жас шамасы да маңызды факторлар саналады. Бұл қарттарда көбірек кезігіп отырады. Миға қан құйылу немесе мидан қан шығу нәтижесінде үлкен мидың ауру өзгерісі пайда болып, жарым дененің салдарына әкеп соғады. Бұл кейде науқастың бет бөліміндегі, қол аяғындағы кейбір әрекеттерге кедергі жасауы мүмкін. Аузы қисайып қалу, жұтыну қиындасу, сөйлей алмау деген секілді қыруар мәселелер туындатады. Енді осы жерде ең маңызды мәселелердің бірі, осы науқас туылғаннан кейін 3-6 ай ішінде осыны жақсы қарайтын болса, қалпына келу біршама жақсырақ болуы мүмкін. Ал осыдан кейін де жыл уақытына дейін осы қайталап қалып жататын себептер болады. Мұндағы басты себеп біздің тұрмыс салтымыз бен ішіп жеуімізге тікелей қатысты. Осындай қайталап қалатын адамдардың көп сандысы тұрмыста туыс туғандар осыны күтудің жақсы жолын білмегеннен кейін майлы тамақтар беру, бет алматы азықтандыру қатарлы мәселелер осыны тікелей тудыратын себептер. Мұнда жалпы емдеп қалпына келтіруде медициналық бақылау, яғни бас ішіндегі жарылған қан тамырларды, бастың ішкі қысымын қалыпты күйде ұстау мәселесі
мидан қан шыққан науқастарды белсене бақылап емдеу шарт. Одан басқа да қалпына келтіру шаралары, мәселен жарым дене салданғаннан кейін арнаулы қалпына келтіру жаттығуларын, сондай-ақ машықтандыру шаруаларын жақсы істеу. Осы сауығу барысында енемен емдеу, уқалап емдеу және физикалық емдеу қатарлы емдеу шараларын қолдануға болады. Мұндағы ең маңызды шаруа емдеу менен осы күтімдеуді өзара ұштастыру. Көп санды адамдар барлық үмітті доғдырға артады дағы жаңағы күтім деген мәселені ұмытып кетеді. Сонан барып осы ми соққысына ұшыраған адамдардың жаңағы қалпына келуі ойдағыдай болмай жатады. Сондықтан емдеу менен күтімдеуді өзара ұштастыру төтенше маңызды шарттардың бірі болып табылады. Сау саламатта болыңыздар, ауырып сырқамаңыздар.